Ал енді ашулануды мүлдем жоғалту мүмкін бе, мүмкін емес пе? Ашулану деген сипатты мүлдем жоғалту мүмкін бе, мүмкін емес пе? Имамдарымыз айтады, ашулану адамның бір нәрсені жақсы көруіне байланысты дейді. Адамның бір нәрсені жақсы көруіне байланысты дейді. Адам бір нәрсені жақсы көреді, бір нәрсені қалайды, біреу келіп соған тиісіп жатса, соны алып қойып жатса, адам ашуланады. Яғни жақсы көру ашулануға тікелей байланысты. Адамның жақсы көретін нәрселері екі түрлі болады. Біріншісі, адамның өмір сүруіне тікелей қажетті болған дүниелер. Жүрек жалғар тағамы, суы, негізгі адамды суықтан, ыстықтан қорғайтын баспанасы, бұл дарурият, яғни негізгі қажеттіліктер болып есептеледі. Адам негізгі қажеттіліктерге өте мұқтаж, және сол үшін бұл нәрселерде ашуды жоғалту мүмкін емес. Сіздің мысалы жүрек жалғайтын тағамыңыз бар. Біреу келіп соны алып қойып жатса, адам ашуланады. Екінші нәрселер бар, негізгі қажеттіліктерге кірмейді. Негізгі қажеттіліктерге кірмейді, артық. Мысалы, адамның екінші баспанасы, үшінші машинасы, төртінші ат қорасы, негізгі қажеттіліктерінен тыс болған, негізгі қажеттіліктерін жабатын ақшадан артық ақшасы. Бұл нәрселерде адам ашуланудан арылуға мүмкіндігі бар. Ол үшін жүрегінен сол артық дүниеге, артық қажеттіліктерге деген махаббатты шығару. Осы арқылы адам өзін тәрбиелей алады. Қашан адам дүниеге толығымен махаббат қояды, ол адам, мысалы, 20 миллион доллары болатын болса, 20 миллион долларының 1 миллион долларын біреу алып қойып жатса, ол соған ашуланады. Ұрлап кететін болса, мысалы, соған ашуланып, неге? Себебі ол дүниеге махаббат қойған. Ал егер адамда сол дүниеге махаббат болмайтын болса, онда ода ашулану болмас еді. Негізі қажеттілік емес. Яғни ол өзінің өмірінде сол 20 миллион долларының қанша? Күнделікті қажеттіліктері бар, қыдыруы бар, тамағы бар, басқасы бар. Яғни қазіргі тілмен айтқанда бүкіл өзінің тәнінің рахатын барлығын жасап өмір сүргенде, оған бір 5 миллион доллары жеткілікті. Ал бірақ бүкіл дүниеге адам қатты махаббат қойған кезде, ол әрбір тиын үшін қиналады, әрбір тиын үшін ол адам ашуланатын болады. Бірінші жағдайда ғұламаларымыз айтады, адам ашулануды бүлдем табиғатынан шығарып тастау мүмкін емес деді. Яғни негізгі қажеттіліктерде. Бірақ оны реттеуге болады деді. Бірақ оны реттеуге болады. Және адамда егер таухид күшейетін болса, онда ашулану емес, оны қайғыруға, қайтаруға болады деді. Яғни, мысал, сіздің бала шағама деп асырап отырған жалғыз қойыңыз бар. Ет жоқ үйде, сол бір қораңызда тұрған қой бар, бағып жатсыз, алдымда қыс келе жатыр, бала шағам осы етті жеп шықса деп бағып отырсыз. Ауру келді да, қойыңыз өліп қалды. Немесе қасқыр келді де жеп кетті.
қасқыр ол хайуан. Немесе өліп қалса, сіз ашуланасыз ба? Ашуланбайсыз. Неге? Бұл жерде кімге ашуланасыз? Оны біреу ұрлап кеткен жоқ, өзі өліп қалды. Бұл жерде адам қайғырады. Сол секілді, яғни әрбір іс Алладан, жақсылық, жамандық Алладан деп адам білген кезде, одан ашулану кетіп, орнына соған жүрегі ауруы, қиналуы мүмкін да, ал бірақ ашуланбауы мүмкін. Яғни ол үшін адамда таухид сезімі күшеюі керек. Әрбір іс Алла субханала тағаладан жақсылық, жамандық, ол ұры келіп ұрласа да, сіздің бір малыңыз тартып алса да, оның барлығы әлбетте Алланың қалауымен болып жатқан дүние, және сізбен біз жалпы аспан жер жаратылмай тұрып 50 мың жыл алдын сіздің тағдырыңызда жазылған ол нәрсе. Ол сіздің қолыңыздан келетін нәрсе емес. Ұрының келіп ұрлап кетуі. Яғни адамның таухиді, тағдырға деген иманы күшейген кезде, ол бұл сезімнің өзін басқара алады. Қиналады әлбетте, қап бала шағамның напақасы кетті-ау деп жүрегінде бір ауырады, бірақ қойы өліп қалса ашуланбағандай, қайғырғандай, біреу келіп ұрлап кететін болса да, ол адамда ашулану емес, орнына қайғыру болуы мүмкін. Әлбетте бұл үшін адам өзін тәрбиелеуі керек. Және тағы да басқа да себептермен кейде адам ашуланбауы мүмкін. Иншалла бұл мәселелерді Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде қозғайтын боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу.